Освещение біз өзіміз орнаттық. 8 подъезде 120 квартира бар. 120 квартирада бір-ақ шит. Ол көтермейді. Балалар ойнай алмайды. Баланы ойнату үшін біз знаете қоса отыруымыз керек. Қарады, ресепциясын өттік, ана бұрынғы 40 жылғы салған нәрселер ғой. Ананы вообще алып тастаңыздар деген. Оны да алмайды. Қатырамыз деп уәде береді, бірақ жасамайды. Естуші мемлекетіміз қайда сонда? Осында неге жұмыс жасамайды? Мына халықпен кездесу керек жұмыс жасау үшін. Әкім халыққа жақын болу керек. Әкімнің түрін де Халықтың білмейсіз. мұқтажын шешпесе, халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз етпесе, онда әкімдер керек емес. У нас канализация льется, прям старая, страшная, невозможно. Червяки ползают, мошки. Провода оголенные прям при входе вон там. Не дай бог вот так кто-нибудь и током убьет человека. И тут страшно находиться, в любой момент она может рухнуть. Все в курсе уже, но толку никакого нет. Мы боимся, что если рухнет, сложится домик наш.